Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Дәл қазір мен Арсенийдің жанында өзімнің көлігінде отырмын. Өзімнің көлігінде. Біреудің көлігінде, өзімнің көлігімде отырмын. Жай сыртқа шығып сіздерге кішігірім влог түсіріп қайтайын дедім. Бұл влогтың тақырыбы қандай? Бұл влогтың тақырыбы «Игра в кальмара» сериалы түсірілген локациялар Лос-Анджелес қаласында. Барлықтарыңыз көрген шығарсыздар, соңғы сезонын, соңғы маусымын қалай жалпы ұнады ма, ұнамады ма жаза кетіңіздер. Мен өз басын айтатын болсам, өз ойымды айтатын болсам, маған мүлдем өткен жоқ. Жай қызық болды, қалай бітетінін көру мақсатында тез X2 мен көріп тастауға тырыстым. Сол себепті мен көлігімнің айнасын, айна ма, терезе ма? Лобовой бір сүртіп алайын, себебі қазір сіздерге локацияларын көрсем және қалай баруға болатынын көрсем, мүмкін ақшта жүрген, Лос-Анджелеста жүрген көрермендерім бар болса, соларға қызық болар. Дайынсыздар ма? Кеттік онда. Негізі сериал Кореяда түсірілген шығар, мүмкін, білмеймін. Түсірілім алаңында түсірілген ғой, жаңағы жалпы базалары, аралдары бір сол Корея жақта бір жерде шығар. Дегенмен, 3-ші маусымның ең соңғы сериясында Лос-Анджелесқа келеді. Лос-Анджелесқа келіп, 2 локацияға тоқтайды. Сол 2 локацияның біріншісі мен тұратын Арсенийді, мен тұратын мына Арсений тұрғын үй кешенінен алыс емес. Өте жақын. 2 минут, 3 минут қана жүресін ары кетсе. Сол жерді көрсейін деп едім. Міне қараңыздар. Арсений. Міне жол. Дайын болсаңыздар, кеттік, жолға қарап отырсаңыздар болады. Мен сіздерге айта отырайын жолды. Арсенийден шығасыздар, яғни нақтырақ айтқанда 2-ші Арсенийден, анау тұрған 1-ші Арсений. Қазір мен телефонымды алсайын. Тіпті карта қолданбаймын ғой, байқадыңыздар ма? Сосын оңға бұрыласыздар. Оңға бұрылып, бізге анау тұрған алдыдағы светофордан солға кету керек. Қазір сәл кішігірім кептеліс болып тұр, себебі сағат 4-терде осы жақта кептеліс басталады. Міне мына жерден кіріп кету керек. Қазір біреуге өткіз жүрші деп бүйтіп басымызды тығып өтіп кетуге тырысамыз. Машина шашылып жатыр негізінде ше. Қараңыздар. Қоқыс барлығы. Бір тазалап жинап алу керек еді. Жарайды. Ол басқа жолы. Дәл қазір светофор жанында жасыл солға. Кім өткізесің ба? Не, артындағы BMW өткізіп тұр. Кірдік. Бірақ светофор қызыл жанды. Арсенийдің алдында 2 фуд-трак бар. Міне Эрогриль және Нарын деген артта. Қазір ана жолға шығып алғанда жалғастырамыз, Міне біздің кезек келіп қалған сияқты. 15 секунд, 13 секунд бар әлі. Солға бұрыласыздар. Міне Арсенийден шығып, осы бағдаршамнан солға бұрылып, осы жолмен тура жүре бересіздер. Бұл деген Цезарь Чавес, жоқ. Бағдаршамнан кейін бұл Сансет деп аталатын көше. Сансет деп аталады. Осы Сансет көшесімен тура жүре бересіз. Мына жақта CVS бар бізде. CVS деген ол дәріхана қосылған дүкен. Міне CVS. Осы жақпен тура жүре бересіздер. Әзірше тура, 1 минуттай тура, 1,5 минуттай түзу жүресіздер. Сосын бұрылатын жерді қазір көрсем. Ал оған дейін жалпы сол «Игра в кальмараның» соңындағы 2 сахна осы Лос-Анджелеста түсірілген. Біреуі осы жаңағы мен қазір бара жатқан жер, екіншісі қаланың орталығында, яғни даунтаунда. Ол жерді сіздерге көрсетуге тырысамын. Біреу пипылдатып отыр. Міне кеттік, ары қарай түзу келе жатырмыз. Дәл осы Ниссанның артынан жүру керексіздер. Бірақ егер сіз шыққанда бұл Nissan болмай қалса, күтіп осы Nissanды тауып алыңыздар десең. Nissan Frontier. Болды, міне. Осы жерден оңға бұрыласыздар, міне. Бұл көшенің атын білмеймін. Мына жерде вулканизация бар. Дөңгелегін бүйтіп. Осы жерден оңға бұрыласыздар да.
сәл былай көтеріліп мына жақтан мына жақтан кетіп қалсаңыздар болады, осы көшеде орналасқан, бірақ біз келесі көшеден солға бұрылып көтерілейік, себебі дәл сол жерге көлікті қоямыз. Міне мына біреу жаттығу жасап жатыр, дәл жолдың ортасында шығып алып. Неге жолдың ортасына тұрып алып деген сұрақ мазаласа, мен білмеймін. Міне осы көшемен жоғарыға көтерілеміз. Сосын қазір көлік қоятын орын тауып алайық, себебі ана жақта көлік қоятын орын жоқ. Сосын мен бұл жерге 2 ретте келдім. Бұған дейін мен талай рет келгем, Играф Кальмараға дейін. Бұл жерден Лос-Анджелестің орталығына көрініс өте әдемі. Бірақ сериал түсірілгеннен кейін 2 ретте келгем. 2 ретте де адам көп болды. Барлығы андай фотоға, видеоға түсіріп атты. Міне стоп деген белгі. Содан өтеміз ары қарай. Жоғарға қарай. Қазір достар осы жерге бір жерге парковаться етейін. Анын қарсаңыздар көріністі. Көп түсті. Айтпақшы, былай төменге қарай көлікті тұраққа қойған кезде, егерде төменге қарай қалап тұрса, яғни склон болып тұрса, дөңгелегіңізді міндетті түрде оңға қарай, бордюрға қарай бұрып қою керексіздер. Ол жол жүру ережесінде кәдімгідей жазылған. Жүргізуші куәлігіне тапсырғанда да сондай сұрақ болады. Сөйтіп қойып қоясыздар. Қазір көрсем. Кейбір жерлерде сол үшін айыппұл іліп кетіп жатады, егер істемесеңіз. Міне былай. Анау көлікте сондай, мен көлігімде сондай. Егер жаңағы тормоз вдруг істемей қалса, бордюрға барып машина тұрып қалу керек. Міне қараңыздар, осындай көрініс өте әдемі. Осы жерден былай қарай қазір айналып келесі деппін ғой, сол Играф түсірілген жерге барамыз. Міне осы жерде мен өте көп фотолар, видеолар жасағам негізінде, сериал шықпай тұрып. Қарасаңыздар, әдемі. Тіпті бір влогымда да осы жерден бастап түсірген жерім бар. Әдемі көрініс болғаннан кейін. Міне осындай үйлер. Ал жаңағы Играф Кальмара сериалындағы үй келесі көшеде. Мынау көшеде Марбиу деген. Так, бұл қай сахна түсірілді десеңіздер, ең соңғы серияның соң жағында кімнің 456-шы ойыншының үйіне келеді естеріңізде ма? Ой, үйіне емес, қызының үйіне. Сол қызының үйі осы жерде түсірілген. Қараңыздар, қандай осы көрініспен келетін еді ғой, былай Ошаққа келеді. Ошаққа тоқтайды, көлігін мына мэрстің орнына қояды. Әдемі ма? Қараңыздаршы. Қандай көрініс. Алмау міне осы үйде түсіріледі. Дәл осы үйге келеді, есігін тоқылдатады, қызына келіп киімімен картаны тастап кетеді. Осы көше мен бағана ана көшемен, жоқ бұл көше емес, мына жақтағы көшемен көтерілдім. Міне үйі 10-27. Бұл жақта қазір біреу тұра ма, тұрмай ма білмеймін. Мүмкін жай андай Airbnb-мен тапсырылатын үй шығар. Мүмкін біреу өзінің үйін арендаға берді. Мүмкін қызы шынымен осы жерде тұрады. Тоқылдатуға енді дұрыс емес деп ойлаймын, барып кірген. Болды, қайтып келдім көлігіме. Жалпы бәрібір менде кішкене андай бар екен. Бір ыңғайсызданатыным бар екен түсіргенше. Біреу шығып, не істеп жатсың деп әңгіме айт қалама деп ше. Неге түсіріп жатсың деп. Қазір енді көлікпен бір өтеге сол жерден. Көлігі айналып кеткен сияқты. Кеттік.
андай не бар ғой, әзіл бар ғой. Ол қыз ол жақта тұрмайтын шығар қазір. Ақша алғаннан кейін өте көп, өте ақша алғаннан кейін қымбатырақ үй алып алған шығар деген. Міне тағы да өтіп бара жатырмыз. Міне осы үй. Дәл осы үй, бірінші есік темір. Немесе екінші есік, білмеймін. Осындай көрініспен. Негіз базар жоқ, әдемі жер тауған, Мүмкін менің бұрын салған фотомнан көріп қалған шығар, Ана Абыл салған фото әдемі екен. Осы жерде бір үйлер бар ма? Сол жердегі үйді алып, киноның локациясы қылайық деп. Қалай ойлайсыздар? Мүмкін ба ол? Осыдан кейін олар шығатта, олар деппін ғой жаңағы кім? Анау ведущий, жүргізуші. Кім аты оның? Есімде жоқ аты, жүргізуші. Кім? Вабанктағы актер. Кимина. Осыдан кейін Кимина деп айта берейін, Кимина шығатта неге барады? Даунтаунға барады. Даунтаунға барып, не үшін даунтаунға барады, түсінбеймін. Ол деген мына жерден шығып аэропортқа барып, Японияға қайтатын болса, Кореяға. Даунтаунмен өтпейді ғой негізінде. Бірақ та даунтаунға барып, білмеймін не үшін, әйтеуір бір нәрсе үшін даунтаунға барды. Сол даунтаунда бір жерде жаңағы не тастайды ғой ана. Келесі сезонға емес, мүмкін жаңа нұсқасына американдықтар түсіретін отсылка. Ол жақта Кейт Бланшетт па? Кейт Бланшетт жаңағы вербовщиктің рөлін ойнап жатады. Негізінде қызды алғаны түсініксіз, не үшін қыз алғанын, бірақ та игра в кальмараның өзінің түп нұсқасындағы вербовщик сол өте күшті актер, Сол ұнады кәдімгідей. Дөп түскен ғой өзінің рөліне. Енді біз келесі жерге бару үшін біз карта қолданамыз, себебі нақты қай жерде екенін мен біле қоймаспын. Міне қайтадан көрсем, Арсенийға жап-жақын, 2 минут өткен жоқ әлі. Сол Арсенийдің қасынан шыға келдік. Мен сіздерге қызық болсын деп форсаждың түсірілген жерлерінде көрсетейін ба осы влогта? Келесі локацияға дейін 10 минут жүреміз, достар. Міне қараңыздар. Біреулер менен сұрайды, осы сенде 2 экран тұра ма деп. Міне қараңыздар, мына өзінің Lexus'тың өзінің родной тума несі экраны және салынған экран бар, қойылған экран бар менде. Не үшін ондай десеңіз, негізі мынаны ауыстыруға болады да, бірақ оригинал тұра берсін, ауыстырмай қойын деп мен осындай жай қойылатын экран қойып алғам. Бұны Amazon'нан сатып алдым. Бұл жаңағы не ғана Apple Car, Android Car ма? Вот сондай. Мынаны қараңыздар, бомждардың тұрақталып алған жерлері. Даунтаунда емес, Корея, Чайнатаунда. Достар, біз қазір даунтаунның ішіне кірдік, ішінде кетіп бара жатырмын. Қараңыздар, биік ғимараттар екі жақта. 4 минут қалды. Локацияға дейін Юбан деп тұр оның номерінде. Жалпы вербовать етуге керемет орын таңдапты. Себебі даунтаунда үйсіздер өте көп, үйсіздердің барлығын ана ойынға апарсаң, шақырмай-ақ, жүріңдер десең, шақырмай-ақ болғанда, жаңағы бүйтіп ойын ойнамай-ақ жүріңдер десең бәрі бара салатын сияқты оған. Кілең 456 адам үйсіз. Себебі бұл жақта үйсіздердің ауданы бар ғой, мен сіздерге көрсеттім ба влог? Көрсеттім ғой, салдым ғой үйсіздердің ауданы. Кілең палаткалар орналасқан. Сол жерде түсірсе болады игра в кальмараның американдық нұсқасын. Міне мынандай қара көлік кетіп бара жатыр, мүмкін соның ішінде кім еді аты? Кимина. Мынандай эскалейтпен келмей ма, эскалейт па немесе субурбан ба, сондай бір нәрсемен келеді ғой. Бағдаршам егер былай қызыл жанып сөніп тұрса, тоқтап жүре бересіздер. Яғни стоп белгісі сияқты жұмыс істейді, тоқтайсыз, жүресіз. Мына жақтан солға бұрылға болмайды дейді. Маған карта солға кет дейді да, бірақ солға бұрылға болмайды дейді. Даунтаунда кішкене көлік айдаған ыңғайсыз, адамдар көп шұбырып жүреді, жаяу жүретін адамдар ана
неден светофордан қарамай өте беретіндер көп негізінде, әсіресе үйсіздер. Ана жақтан тағы оңға, сосын тағы оңға. Міне даунтаун. Сосын ақшта бір жақсысы қызылға оңға бұрыла берсе болады. Егер мына жақтан ешкім кедергі жасамай тұрса. Міне қараңыздар, қызыл жанып тұр. Мына жақтан кедергі жоқ. Мына жақта адам бар екен. Болт жасыл жан кетті. Мына жақта нелер көп екен андай. Робот доставщиктер. Бізге қазір даунтаунда қиыны көлік қоятын жер тауып алу. Сондай бір жер тауып алу керек та, көлікті қою керек та, сосын жаңағы локацияға жаяу бару керек сияқты. Ема айналып жүрмін ғой мен, паркинг таппай. Мына жақта паркинг табу қиын, тұрақ табу қиын мына жақта. Сол себепті 5 минут болды айналып жүргеніме. Чотам достар, мен бір орын тауып алдым да, бірақ түсінбей қарап кетіп қалдым. Анау loading zone деп тұр. Тек адамдарды отырғызып алып кетуге болатын, бірақ та түсініксіз. Қазір маған айыппұл іліп кетпейді деген үміттемін. Дәл қазір даунтаундамыз, ортасында. Міне қараңыздар. Осындай кипиш болып жатқан жер. Мен сіздерге қазір соңғы эпизодтарының бірі түсірілген бұрышты көрсетемін. Ол жер айтпақшы, немен темір тормен жауып қойған сияқты. Тормен жауып қойған, сондықтан ішіне кіре алмаймыз. Жай сыртынан көрсем. Қазір бара жатырмын. Жалпы даунтаунның атмосферасын сезінем дейтіндерге міне осындай даунтаун. Адам көп, ығы-жығы. Адам көп болғанда қатты көп емес. Сосын үйсіздер көп. Таза емес жер, сідік сасып атады үнемі. Міне мынау жер ғой. Так. Міне қараңыздар. Міне мына жерде былай келіп машина көлік тоқтайды. Міне хас. Мәна нас деп қойыпты ғой, негізінде шын өмірде хас екен. О жерде терезесін ашады. Сосын That's the movie. Yep. It was filmed here. There many? Huh? Was there many? No. No, I didn't see the minute though. That one, you see? That place. Yeah. Міне мына жақта түсірілген. Осы жерде айтып тұрмын ғой, жаңағы темір тормен жауып қойған. Дәл осы жерде ойнайды. Бірақ бұл жаққа өкінішке орай өте алмайсың, себебі жауып тастаған. Осындай. Бұл жақта бір түрлі адамдар көп, өте негізінде даунтаунды былай қауіпсіз жер деп айта алмаймын, достар. Сондықтан жалпы бұнда келсеңіздер, абайлап жүріңіздер, ешкіммен сөйлесіп, ешкіммен ерегесіп керек емес. Ал дәл қазіргі менің уайымым ол деген көлігіме айыппұл іліп кетпесе екен деген. Себебі андай нақты 100% қоюға болады деп жер, 100% қоюға болатын жер деп айта алмаймын. Түсініксіз сәл-пәл. Бірақ та енді ұзақ жүріп кеткеннен кейін айналып осы жерге қоя тұрайыншы деп қойып кеттім. Қазір тез бара жатырмын. Бұл жақта айыппұл ілсе шамамен дұрыс емес, тұрақ үшін $70-80 арасында, $60-70-80 арасында іліп кетеді. Егер андай пожарный гидрант бар ғой, сондайға қойып кетсеңіз, онда одан да көп білуімше, 200 шамамен. Көлігім тұрған сияқты, ал кетпеген, эвакуатор дейсің. Міне, мына жерде тұр. Міне қараңыздар, 2 hour паркинг дейді да, қойға болады, бірақ мына жер loading only деп тұр да, сол осы жер деп түсіндім. Ештеңке жоқ па? Ештеңке жоқ екен. Ал ана жерде не? Жаңағы төлейтіндер тұр да, мына дәл осы орында жоқ төлейтін, аналарда бар да. Сол себепті дәл осы орын loading zone шығар деп түсіндім да, бірақ та ештеңке ілмепті, бәрі нормально. Осымен осы достар.
Осымен осы болғанда енді мен сіздерге ары қарай форсаждың жерін көрсетсем қалай? Жалпы тек игра в кальмараның жанкүйерлері бар болса, ары қарай форсаж қызық емес болса, онда осы жерден тоқтап тұрсаңыздар болады. Ал кімге форсаж қызық, соларға мен Доминик Тореттоның үйін көрсетейін, және де Доминикпен кім еді аты? Пол Уокер танысқан мейрамхана. Танысқан бар. Майкл Джексонның фанаттары бар ма? Майкл Джексонның жанкүйерлері бар болса, мен сіздерге арнап случайно тауып алдым. Триллер деген клипта түскен үй дейді. Мынақты үйлер көп екен. Міне мынау Майкл Джексонның клипында түскен үй. Мынаны қараңыздар. Міне деп көрсетіп тұр. Сол үй ма шынымен? Дұрыстап қарап көру керек екен. Майкл Джексонның Триллер деген клипында түскен үйді тауып алдым. Случайно тауып алдым. Сол үй ма мынау негізі? Міне. Сосын қазір картада тағы да бір үйлер тұр. Мысалға Зачарованный деген сериалда бар дейді. Мен ол сериалды көрмеппін. Мүмкін көрдім кішкентай кезімде, мүмкін есімде жоқ. Мына жақтың үйлерінің бәрі бір күшті екен. Қараңыздаршы. Кәдімгідей съемкаға арналған үйлер сияқты. Міне осындай жерде жүрміз. Қазір осы жақтың жақын жерінде бір жерде форсаждағы үй бар. Міне достар, бұл Доминиктің үйі, білесіздер ма? Міне форсаж фильміндегі Доминиктің үйі. Ол кезде забор болмаған сияқты. Міне сосын кірмеңіздер ішіне деп қойған, private property. Себебі соған қарағанда ішінде адамдар тұратын сияқты. Сосын ар жақта төменде жаңағы сол не бар ана, Bob's Market. Қазір сол жаққа барамыз. Мынаны көріністі қараңыздар. Бұлар да біледі қай жаққа келіп, қай жақтан үйлерді алу керек, қай жақтан локацияларды алу керек екен. Әдемі жерлерден қалаға деген көрініспен. Ал анау Bob's Market деген әлі күнге дейін адамдар келіп алдына суретке түседі, бірақ іші дүкен, кәдімгі дүкен. Соған қарағанда ішіндегі жұмысшылар, сатушылары шаршап кеткен шығар. Әлде бәрібір ме екен оларға? Мүмкін бәрібір, қазір көреміз. Адамдар сыртында суретке түсіріп жатыр, видеоға түсіріп жатыр, қараңыздар. Міне осы жер Bob's Market деген, бұл форсажда болған, бұл кинода бар болған, бірақ қазір шын өмірде бұл жай ғана дүкен. Кәдімгі азық түлік дүкені. Міне екеуі бір-біріне жап-жақын. Доминиктің үйінен алыс емес. Фотоға түсіп жатыр адамдар. Сосын ішінде форсаждың нелерін сатады, мерчтарын сатады. Мыналарын сатады, заттарын. Алдында су құятын аппарат тұр. Міне қараңыздар. Сосын міне мына жақта форсаждың мерчтарын сатады. Тіпті үйіне дейін сатады екен. Доминиктің көліктері, міне футболкалары. Іші дүкен жай ғана. Осындай жер. Бұл да тағайтан бізден 2 минуттық жерде. Ал мынау, білесіздер ма қай сериалда түскен үй? Ешқандай десең, Осымен осы достар, жалпы Лос-Анджелеста жүргеннен кейін бұл жақта фильмдерде түсірілген локациялар өте көп қой, қырғын ғой. Мен арасында сол тауып қалғандарды білетіндерме, сондайларға барып тұратыным бар. Сіздерге көрсетуге жай шыққам бүгін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Не айтам тағы? Контент ұнаса лайк басып қойыңыздар, коммент жазып кетіңіздер, таратыңыздар достарыңызға, басқаларда көрсін. Каналды активный қылуға ат салсайық. Себебі алда өте көп қызықтар күтіп
тұр деп айта саласың ғой. Сол достар, жалпы көп түсірмей кеткеніме ренжімеңіздер. Сәл қолым тимей жатады. Жақсы. Жүздескенше, жеңісті күнде жүздескенше.